бір аңыз әңгіме айтайын. Баяғыда шындық пен өтірік дос болыпты. Бір күні өтірік шындыққа звондапты. Шындық досым бір таудың бөктеріне шығып бір серуендеп қайтпаймыз ба деп. Содан шындық айтыпты. Енді өтіріктің немеңзеп тұрғанын байқайды ғой. Сонда да дегенмен досының көңілін жықпай жақсы жарайды дейді. Сонымен екеуі таң ата алатаудың бөктеріне серуендеп шығып кетеді ғой екі дос. Сонымен жолда келе жатып бір сарқырап ағып жатқан бұлақты көреді. Сол бұлақтың қасына барып өтірік айтады. Бұлақтың ағып жатқан суға қолын тигізіп, мына бұлақтың суының тазалығын ай, мөлдірін ай, жып-жылы деп сол жерде не керек, суға түсіп кетеді ғой. Суға түседі, шомылады. Содан суға шомылып тұрып досын айтады ғой шындыққа. Шындық досым келшеш, суға түс деп. Сосын өтірік айтып тұрғанын біледі да барып бұлақтың суын ұстап қарайды. Ұстап қараса шынымен жылы су. Мөлдір тап-таза. Сонымен не керек? Екеуі суға түседі ғой. Өтірік та шындық та суға түсіп шомылып жатады. Сонымен бір қараса досы жоқ дейді өтірік та. Судан шығып қараса шындықтың киімдерін ұрлап қашып кеткен ғой. Енді айтайын дегенім, содан бері шындық елдің алдына шығып, адамдардың алдына шығып шындықты айта алмайды дейді да. Шындықты айтқанда да оны ешкім елемейді. Абыройсыз деген сияқты ғой. Енді жалаңаштап кетті ғой. Киімі жоқ, киімін алып кетті өтірікші. Ал өтірікші болса шындықтың киімдерін киіп алып шындықтың әңгімелерін айтады екен де, сөздерін. Оған бәрі сенеді, ел жұрт таң қалып. Айтайын деген сонымен бұл өмірде шындық жоқ. Шындық айтылған күннің өзінде де еленбейді дегенім ғой. Бұл да бір аңыз әңгіме, бір үлкендерден естіген әңгіме. Біле жүрсін деп айтып жатқаным сендерге. Тыңдайтын адам бар, тыңдамайтын адам бар.